Саламатсыздар құрметті менің достарым, подписчиктарым. Бүгінгі видеода біз модульді автоматты ажыратқыштар жайлы сөйлесеміз. Автоматический выключатель деп атайды. Олар электр қондырғыларды қысқа тұйықталу тоғынан сақтайды. Сымдарды, өткізгіштерді, кабельдерді қорғайды. Оның бірнеше түрі бар. Қазір көрсетемін. Бір полюсты автомат мынандай болады. Модульный автомат. 2 полюсты, 3 полюсты, көріп отырсаңыздар, 4 полюсты. Қазір ішкі құрылысын көрсетемін. Ішкі құрылысы міне осылай болады. Корпус, міне сыртқы ақ. Корпус, жоғарғы және төменгі клемма. Бұл жерге өткізгіштер орнатылады. Міне жоғарғы клемма және төменгі клемма. Міне тұрақты контактісі, міне қозғалмайтын, яғни, және қозғалмалы контактісі. Контактыларды қосу және ажырату механизмі, мынау механизмі. Мынау басқару рычагы сырттан. Жоғары көтерілсе қосылады, мынау екеуі контактылар. Төмен түссе ажыратылады. Қазір ол сөндірулі қалпында тұр. Доға сөндіргіш камера. Қазір түсіндірем, не үшін қажет екен. Міне электромагниттік ажыратқыш, жылулық ажыратқыш. Түсіндірем, қазір кішкене не үшін қажет екен. Қазір жұмыс істеу принципін қарастырамыз. Автоматты ажыратқыштың жұмыс істеу принципімен танысамыз қазір. Басқару рычагын жоғары көтергенде қозғалмалы контакт тұрақты контактқа барып қосылады. Солай электр тоғы төмен қарай өтеді. Қысқа тұйықталу кезінде электромагнитті ажыратқышта үлкен тоқ пайда болады. Соның әсерінен мынау катушкада үлкен магниттік поле пайда болады. Ол өздігінен якорға әсер етіп, автоматты өшіруге әкеп соғады. Көріп отырғаныңыздай, осылай әсер етеді. Қостық. Қысқа тұйықталудан осылай ол өшеді. Бұл өте жылдам болатын процесс. Катушкада магниттік поле, үлкен магниттік поле пайда болғаннан кейін жылдам өшіреді автоматты. Қысқа тұйықталу кезінде контактылар арасында өшірген кезде электр доғасы пайда болуы мүмкін. Сол доғаны өшіру үшін бізге доға өшіретін камера қажет. Электр доғаның бағыты камераның орналасқан жаққа қарай бағытталады. Көріп отырғаныңыздай, электр доғасы камераға барып, сол жақта өшеді. Ал енді біз жылулық ажыратқыштың жұмысын қарастырамыз. Ол электромагниттік ажыратқышқа қарағанда белгілі бір уақыттан кейін ғана автоматты өшіреді. Ол мынандай пластинадан тұрады, биметалл пластинадан тұрады. Оның негізгі қызметі желіні қызудан сақтау, өткізгіштерді қызудан сақтау. Желіде температура өскен сайын, но биметалл майысады. Майысатта мынау пластинаға әсер етеді. Әсер етіп, белгілі бір уақыттан кейін автомат сөндіреді. Қайтан көрсетем.
металл майсатты сөндіреді. Жалғастырамыз. Енді автоматты ажыратқыштардың сыртында жазылған информациялармен танысамыз, сипаттамалармен. Мысалы ретінде мен бір полюсті автоматты алдым. Біріншісі ек өндірушісі ВА4729 серия маркасы. С уақыт және ток күші арасындағы сипаттамасы, оның бірнеше түрі болады. А, Б, Д деген, З, К деген. Видеоның жалғасына оны түсіндіріп кетемін. Номиналды тоғы 50 ампер. Яғни бұл автоматтың номиналды тоғы 50 ампер. 230-400 вольт номиналды кернеуі. Мынау қосылу схемасы. Шектік сөндіру тоғы 4,5 мың. Яғни қысқа тектолық кезінде бұл автоматтан 4,5 мың ампер тоқ өтеді. Егер одан көп тоқ өтсе, автомат істен шығады, жанып кетеді. Класс 3. Негізі бұл класс 3 класс болады автоматтарда. Бірінші және екінші, үшінші класс. Бұл сипаттама автоматтардың қысқа тектолық кезінде сөну уақытын көрсетеді. Не сипаттама жаңағы А, Б, С, Д, З, К қарастырмаймыз, ол керек емес бізге. Біздің автоматымыз сипаттамасы С және 50 ампер номиналды тоғы. Біздің сипаттамамыз С міне, жұмыс істеу тоғы 1,13 номиналды тоғынан. Яғни 1,13-ті біз номиналды тоғына көбейтеміз. 56 ампер болады 1,13-ті. Яғни біз 56 амперға дейін автоматымыз өшпей жұмыс істей береді. Жылулық ажыратқыш. Күштің жұмыс істеу уақыты, жұмыс істеу тоғы 1,45 ампер. Яғни 1,45-ті біз номиналды тоққа көбейтеміз. Біздің номиналды тоғымыз 50 ампер. 1,45-ті 50-ге көбейткенде 72 ампер болады. Яғни ол 56 ампер мен 72 ампердің арасында жылулық ажыратқыш өшіреді автоматты. Белгілі бір уақыттан кейін. Негізі автоматтарда 1 сағаттың ішінде жылулық ажыратқыштар жұмыс істейді. Электромагниттік ажыратқыш. Жылдам істейтін қорғаныш, білесіздер, өттік біз оны. Номиналдан 5 есе және 10 есе тоқ өскенде, ол арасында өскенде электромагниттік ажыратқыш жұмыс істейді. Біздің 50 ампер, яғни 250 ампер және 5000 ампердің ішінде арасында ол жұмыс істейді. Жылдам. Және мына жерде қолданылуы көрсетілген. Әр сипаттаманың өзінің қолданылуы болады. Жалғастырамыз. Келесі класс жайлы. Класс жаңа айтып жатқан 3 класстан тұрады. Класс 1, класс 2 және класс 3. Бірінші класс маркировка жасалмайды. Қысқа тұйықталу тоғын 10 миллисекундтан астам уақытта сөндіреді. Класс 2 қысқа тұйықталу тоғын 6 және 10 миллисекунд арасында сөндіреді. Және класс 3 қысқа тұйықталу тоғын 2,5 және 6 миллисекунд арасында сөндіреді. Біздің автоматымыз 3-ші классқа жатады. Сондықтан 2,5 және 6 миллисекунд арасында қысқа тұйықталу кезінде сөндіреді. Рахмет барлықтарыңызға. Кімге ұнаса лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.